Сәлем достар, бүгін біздің қаратын тақырыбымыз санды теңдіктер, тура санды теңдіктердің қасиеттері. Алдымен санды теңдіктерді еске түсірейік. Санды теңдіктер дегеніміз берілген санды өрнектерді теңдікпен алмастырып жазатын болсақ, берілген өрнектер санды теңдіктер деп аталады. Мысалға, 25 саны тең болады 5 көбейтілген 5. Яғни бұның екі жағы да 25-ке тең. Дәл солай, мысалға 49 саны тең болады 9 көбейтілген 5 қосылған 4. Бұл екеуі де жеке қарастырсақ, сол жағында 49, оң жағында 9 көбейтілген 5 қосылған 4. Бұл да санды теңдіктер. Немесе 36 бөлінген минус 2 қосылған 7 тең болады минус 11-ге. Бұлар да санды теңдіктер болып табылады. Яғни сол жағындағы өрнегіміз 36 бөлінген минус 2 қосылған 7, ал оң жағындағы өрнегіміз минус 11-ге тең. Енді осындай санды теңдіктерге орындалатын бірнеше қасиеттер бар. Қасиеттерін атап шығайық. Бірінші қасиеті: А саны тең болсын Б санына, ал Б саны тең болсын С санына, онда А саны тең болады С санына. Мысалға, 9 көбейтілген 4 саны 36-ға тең болса, онда 36 саны тең болады 18 көбейтілген 2-ге. Ал бұл дегеніміз, А саны бізде 9 көбейтілген 4 саны, ал Б саны бізде 36, ал С саны дегеніміз 18 көбейтілген 2. Олай болса, 9 көбейтілген 4 тең болады 18 көбейтілген 2-ге. Бұл бізде сандық теңдіктердің бірінші қасиеті. Екінші қасиетін қарастырайық. Бізде А саны тең болсын Б санына. Осы екі теңдікке кез келген бір оң С санын қосайық екі жақ бөлігінде. Сонда А қосылған С саны тең болады Б санына да сол санын қосатын болсақ. Енді осыған мысал қарастырайық. Мысалға 8,4 санына қосайық 3,6-ны. Тең болады 12-ге. Бұл жердегі А өрнегіміз 8,4 қосылған 3,8 болса, Б өрнегі 12-ге тең. Осы екі санды теңдікке С санын қосайық. С саны бізде минус 3,6 болсын. Сонда берілген санды теңдіктің екі жақ бөлігіне де минус 3,6 санын қосамыз. Минус 3,6 санын қостық А бөлігіне және Б-ға да, яғни 12-ге де қосамыз минус 3,6-ны. Біз сіздермен таңбалар ережесі бойынша білеміз, 3,6 мен минус 3,6 екеуі қысқарып кетеді, А-ның орнында 8,4 қалады. Ал 12-ден азайтсақ 3,8-ді де мәні 8,4-ке тең. Яғни берілген санды теңдіктің екі жақ бөлігіне де бірдей санды қосып азайтатын болсақ, нәтижесінде санды теңдігіміз өзгермейді. Келесі үшінші қасиетін қарастырайық. Үшінші қасиеті бізде берілген санды теңдікке А тең болсын Б-ға, осыған С 0-ден үлкен оң санына екі жақ бөлігінде көбейтіп бөлетін болсақ, онда санды теңдігіміз өзгермейді. Яғни екі жақ бөлігі деген сөз А-ға да С-ны көбейтсек, және Б-ға да С-ны көбейтсек, теңдігіміз өзгермейді деген сөз. Немесе А-ны да С-ға бөлсек, Б-ны да С-ға бөлетін болсақ, теңдігіміз өзгермейді. Енді осыған мысал қарастырайық. Мысалға, қарапайым 3 алынған 11 тең болады минус 8-ге. Бұл жердегі С-ның мәні тең болсын 2-ге. Осы екі жақ берілген теңдіктің екі жақ бөлігінде С-ға көбейтейік. Сонда 3 минус 11-ді көбейтеміз 2-ге деген сөз, және минус 8-ді де 2 санына көбейтеміз. Жақшаның ішін орындасақ, минус 8-ді 2-ге көбейтсек, минус 16. Тең болады, минус 8-ді 2-ге көбейтсек де минус 16-ға. Яғни ереже бойынша соңғы нәтижеміз өзгерген жоқ. Енді бөліндіге қарастырайық. 3 минус 11 тең болсын минус 8-ге. Ал С-ның мәні 4-ке тең болсын. Берілген санды теңдіктің екі жақ бөлігінде 4-ке бөлейік. Сонда 3 минус 11-ді айырманы бөлеміз 4-ке, және минус 8-ді бөлеміз 4-ке.
Енді амалдарды орындаймыз. Оң жақ бөлігінен 3-тен 11-ді азайтсақ -8, -8 4-ке бөлсек -2 тең болады. -8-ді 4-ке бөлсек те -2. Олай болса, берілген теңдігіміз өзгерген жоқ. Келесі 4-ші қасиетін қарастырайық. 4-ші қасиеті бізде берілген екі санды теңдіктер, яғни А өрнегі тең болсын Б-ға және С өрнегі тең болсын Д-ға. Осы екі өрнек үшін мүшелерін мүшелеп қосатын болса, санды теңістігіміз өзгермейді. Яғни мүшелеп қосу дегеніміз А тең Б өрнегіне мүшелеп қосамыз С тең Д өрнегін. Олай болса, ереже бойынша жасақ, А-ны С-ға қоссақ, немесе Б-ны Д-ға қоссақ, теңістігіміз өзгермейді деген сөз. Мысалы қарастырайық. А-ның өрнегіміз бізде 42 бөлінген -6 тең болады -7-ге. Бұл бізде бірінші теңдігіміз. Екінші теңдігіміз 12 көбейтілген 5 тең болады 60-ға. Осы екі өрнекті бір-біріне мүшелеп қосайық. Ол үшін бұл екі өрнекті қосамыз. Яғни теңдікке дейінгі өрнекті қосамыз екінші теңдікке дейінгі өрнекті. Сонда бізде мүшелеп қосатын болсақ, 42 бөлінген -6 қосылған екінші өрнегіміз 12 көбейтілген 5 тең болады. Теңдіктің сол жағындағы -7 қосылған 60. Теңдіктің алдыңғы бірінші бөлігін есептейтін болсақ, 42-ні -6-ға бөлетін болсақ, -7, 12-ні 5-ке көбейтетін болсақ, 60, ол тең болады -7 қосылған 60-ға. Енді екеуін теңдіктің бірінші бөлігін есептейтін болсақ, мәні 53-ке, 53 тең 53-ке. Яғни берілген теңдігіміз өзгерген жоқ. Келесі 5-ші қасиетін қарастырайық. 5-ші қасиеті берілген екі санды теңдікті, яғни А тең Б-ға, С тең Д-ға, берілген екі өрнекті оң жақ мүшелері мен сол жақ мүшелерін мүшелеп көбейтуге болады. Ол дегеніміз А тең Б-ға және С тең Д-ға бірін астына бірін жазып көбейтсек, яғни А-ны С-ға көбейтсек, ол тең болады Б-ны Д-ға көбейткенге. Мысалмен қарастыратын болсақ, 5 қосылған 3 тең болсын 8-ге, ал 9 алынған 2 тең болсын 7-ге. Осы екі санды теңдікті бір-біріне мүшелеп көбейтеміз. Сонда бірінші мүшеміз 5 қосу 3-ті көбейтеміз 9 алынған 2-ге. Енді олардың оң жақтарын мүшелеп көбейтеміз. 8-ді көбейтеміз 7-ге. Сонда 5-ке 3-ті қоссақ 8, 9-дан 2-ні азайтсақ 7. Яғни ол 8 пен 7-нің көбейтіндісі екеуі де 56-ға тең деген сөз. Сонда бұл қасиеттердің барлығы санды теңдіктердің қасиеттері болып табылады. Біз сіздермен қарастырдық санды теңдік, тура санды теңдіктердің қасиеттерін. Келесі кездескенше сау болыңдар.